Mınау қазір менің еңбек етіп атқан жерім. Бұл жерде біздің қауіпсіздігімізді қадағалау үшін, сақтау үшін Қытай елінің әкелген осы жердегі құрылғыларының мынау ғимараттары. Біз жаңағы айтып жүрміз 56 зауытты салдырмаймыз деп. Тек қана мынау Саракобойдың өзінде салынған 28 зауыты бар. Астана қаласының Саракобой станция жағында. Міне машинасының нөмірін түсірейін, көрсетейін сіздерге. Міне бір машинасының нөмірі. Мынау мінекей КамАЗ келіп жатыр. Таңғы бұлар жаңағы ұйықтамайды. Бұлар ұйықтамайды. Сол тамақты да отырып жемейді. Түрігіп тұрып жейді дағы, сосын жұмысын әрмен қарай жалғастыра береді. Біз сияқты емес, жалқаулықтан ада. Мен бұларға осы шаруашылықтарын амандығын сақтауға күзетем дағы, маған 80 мың айлық жалақы береді. Ал өздері мынау міне бір автокрандары, мынау мына жақта міне КамАЗдары. Міне мынау құрылғылар. Енді қазір ғимараттың ішіне кірем. Мен бұлардан 80 мың теңге айлық жалақы алам. Өзі дәл менің қызметімді атқаратын өзінің адамдары бар. Олар 800-ден 1.200.000-ге дейін олардың айлығы. Маған 80 мың ғана. Енді мен Қытай емеспін ғой, сосын жаңағы солай. Енді